Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге күн жүйесінің ең жұмбақ және ең алыстағы аймағына саяхат жасайтын боламыз. Көпшілік естіп жүргенімен нақты не екенін толық білмейтін Койпер белдеуі туралы білесіз бе? Бұл бейнеде сіз ол жайлы бұрын-соңғы естімеген деректермен танысатын боласыз. Олай болса, біз әдеттегідей видеомызды бастаймыз. Койпер белдеуі дегеніміз не? Біздің күн жүйеміздің маңызды бөлігі болғанымен, көптеген адамдар Койпер белдеуінің ауқымы мен маңызын толық түсінбейді. Ендеше оны көз алдымызға елестетіп көрейік. Койпер белдеуі күн жүйесінің сыртқы бөлігінде орналасқан циркулдық жұлдыз диск. Ол Нептун орбитасынан тысқары шамамен 30 астрономиялық бірліктен басталып 50-ге дейін созылады. Бұл белдеу астероидтар белдеуіне ұқсас, бірақ әлде қайда үлкен. Ені 20 есе кең және массасы 20-дан 200-ге дейін ауыр. Астероидтар белдеуі сияқты бұл аймақта күн жүйесі пайда болғаннан қалған шағын денелер бар. Алайда астероидтар негізінен тас немесе металдан тұрса, Койпер белдеуіндегі нысандар КБО Койпер белдеуінің объектілері көбіне мұзды, яғни метан, аммиак және судан құралған. Үш ресми түрде танылған ергежейлі планета Плутон, Хаумея және Макемаке осы аймақта орналасқан. Тіпті Нептунның Тритон және Сатурн, Феба атты серіктері осы белдеуден шыққан деп саналады. Кей жағынан алғанда, Койпер белдеуі күн жүйесінің физикалық жағынан қолжетімді соңғы шекарасы, бірақ егер күн жүйесінің шетінде магниттік өрістерге қарап анықтасақ, бұл гелиосфера болар еді. Ал гравитациялық әсер арқылы қарайтын болсақ, онда Оорт бұлты ең шеткі аймақ болып есептеледі. Койпер белдеуінің ашылуы. Койпер белдеуін түсіну үшін алдымен Плутоннан бастайық. 1930 жылы ашылған Плутон астрономдық көкейінде мүмкін ол жалғыз емес шығар деген ой тудырды. Осылайша ондаған жылдар бойы ғалымдар Нептуннан тыс жерде белгісіз аймақ бар деген болжам ұсынды. Бірақ бұл болжам 1992 жылға дейін дәлелденбеген еді. Плутон табылғаннан кейін Фредрих Леонардо алғашқы болып Плутон Нептуннан тыс орналасқан денелердің біріншісін болуы мүмкін деп болжады. Сол жылы Армин Лойншнер де Плутонның көптеген ұзақ объектілердің бірі екенін айтты. 1943 жылы Кеннет Эджуард Нептуннан тыс аймақта планетада құруға жетерлік материал тығыздығын жетіспейтінін айтып, оның орнына ұсақ денелер түзілген болуы мүмкін деп болжады. Бұл теория қазіргі Койпер белдеуі туралы түсінікке өте ұқсас. Жетілдірген теориялар уақыт өте келе бұл аймақты зерттеген ғалымдардың арасында қызу пікірталас туды. Шын мәнінде ондай мұзды белдеулер бар ма, әлде жойылып кетті ме? Егер бар болса, оны қалай дәлелдейміз? Күнге жақындағанда массасын жоғалтатын кометалар зерттеу арқылы дәлелдер көбейе берді. Кометалар мәңгі өмір сүрмейді, демек олар бір жерден үнемі жаңарып тұруы керек. 1950 жылы Ян Оорт ұзақ мерзімді кометалардың мыңдаған жылдарға созылатын орбиталарды көз ретінде Оорт бұлтын ұсынды. Бірақ қысқа мерзімді кометалар қайдан шықты? Астрономдар Том Куин мен Скотт Трейн кометаларды зерттей отырып компьютерлік модельдерді жүргізді. Бұл тек ұзақ мерзімді кометаларға жауап бере алады, ал қысқа мерзімді кометаларды түсіндіру жеткіліксіз. Нәтижесінде олар Койпер белдеуінің барын жанама түрде дәлелдеді. 1980 жылы уругвайлық астроном Хулио Анхел Фернандес комета белдеуі деген ұғымды ұсынды. Оның мақаласында Койпер деген комета белдеуі сөз тіркесі алғашқы сөйлемде кездескені үшін бұл аймақты Койпер белдеуі деп аталып кетті. Дегенмен Гард Койпердің өзі бұл аймақты дәл осылай болжай қойған жоқ. Шынайы ашылуы 1987 жылы астроном Дэвид Джуит ол кезде MIT-де жұмыс істеген күн жүйесінің шет жағында тым бос көрінетінін таңғалды. Ол бұл жұмбақты шешуді мақсат етті. Магистрант Джейн Лумен бірлесіп Плутонның арғы әлемді зерттеуге кірісті. Бұрынғыдан гөрі дамыған телескоптар мен технологияларды пайдаланып, олар 1992 жылы Плутоннан тыс алғашқы Койпер белдеуі нысанын ашты. Осылайша ондаған жылдар бойы айтылып келе жатқан теориялар мен дәлелдер Койпер белдеуі ресми түрде табылды. Койпер белдеуі күн жүйесінің шетінде орналасқан мұзды денелер мен кішкентай әлемдердің мекені. Ол тек Плутонмен ғана шектелмейді. Бұл аймақтың құпиялары мен тарихын ашып, кометалардың қайдан келетінін және адамдардың оны қалай ашқанын бірге зерттейді. Егер бүгін Койпер белдеуі жайлы жаңа бір нәрсе білсеңіз, бұл бейне өз мақсатына жетті деген сөз. Осындай қызықты әрі танымдық бейнелер жіберіп алмау үшін арнаға жазылып, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Келесі кездескенше ғарыш бізді шабыттандырсын.